Assalamu alaikum, hürmetli көрермендер. Қайырлы таң. Біз Мизам базардағы велосипед, мото, мотоцикл, коляска және де басқа да сіздерге қажетті мотоларды айтып өткендей коляскаларды бәрін қазір түсіріп өтеміз. Қазір мынау үлкен айналма жолдың оң жағына өтсеңіздер, немесе ар жағынан Байсат базар сол жақтан келсеңіздер, сол жағында болады. Міне, мына жағында міне Мизам базары. Соның міне алдыңғы жағында осындай үштушный және көтерме бағада осындай мотоларды сатады. Қазір мен сіздерге соларды түсіріп өтемін. Бағалары егер сол жерде сатушылары тұрған болса, сұрап өтеміз. Немесе бізге заказ қылсаңыздар да, біз соны сіздерге қажетті болған велосипед немесе мотоларды салып жібереміз. Міне жерде мінекей мынандай мотоциклдер бар. Мынау бензинмен жүретін мотолар, мотоциклдер. Ал токпен жүретіндер де бар. Мынаумен жоо жақсың ба? Мынаумен жақсы болады, Почем они вот это? Это ваш другой, да? Нет, яка, да. Так, да. Ала біз заказ беріп еді ғой, соны сен бағаларын білмекші едік та. Бағалар қаншада мыналардың? Мына бірінші тұрғандар қанша? Мыналар 300 мың. Кейінгілері? 180-90 мың. Вы смотрите, вы сейчас Клиентпен сөйлесіп отырған екен. Соған олар кейде сол алмайды деп ойлап, әрін айтуға да ерініп қалады. Мынадан сұрап өтейінші. Бағасы 90-дан басталады. Ең неде тұрғандар, кейінгі тұрғандар қаншада? Иә. 230-дан басталады. Анау бірінші тұрғанша? Ең арғыма? Иә. 290. 290. Арасы бәрі бірдей. шлем бар ма? Шлем Бар бар ма? ма? Комплектіде. Оларға не керек па? Права керек па? Керек емес. Керек емес, ұстамайды ма анау неде? Касканы кию керек болды да. Ой, жақсы болды ол. Бізге ана табар алып келуге жақсы екен да мынау. Мынадан басқасын бәрі тақсан. Мынадан басқасын? Мынау қанша? Артыңызда ғана қызым 100 мың тұрады. Мама? Иә. Мынау 100 мың ба? Мынау 90 мыңдықтар ма бәрі? Мынадан қызылдан тартып арғымас кейін 90 мың. Мына қызылдың ар жағының бәрі 90 мың екен. Кіші бола болса ана самокатта тұрады. Мыналар 100 мың. Ау. Ана арғы отырақты самокатта тұрады. Мындайлар бар міне. Бұны асықпай келіп, тамаша қылып,
Бағаларын біліп, немесе енді айдап көріп жатыр даже. Алатын адам болса міне қасында айдап жүреді, солай көрсетеді айдап. Енді бағалары әрқалай. Енді қазір күз болып қалды. Бұлар бағаларын бәрібір түсіреді. Бағаларын түсіреді. Неге дегенде қыста бұларда көбінесе сауда болмайды. Көктемге қарап қайтадан бағалары көтеріледі. Мынандай велосипедтер бар екен. Алдына отырып аласың да. Артына бір адам отырады. Өте күшті екен. Осындайлар бәрі. Кімге не керек өзі асықпай, бағаларын біліп, асықпай көріп, айдап көріп, бағаларын біліп алады алатын адам. Мынандай велосипедтер бар. Ар жағына дейін бара береді, әрқалай бағалар. Басқа түрлері шығып кеткен мотолардың. Мынау қанша екен? Мынау? Мынау? Анау жақта тұрғаннан дәулеу екен, арты кеңдеу ма? Мынау дәу. Ане қасында кішкентай бар. 250. Ар жағындағы ма? Мынау да 5-6 мың. Ой, маған керек екен мынау. Баба керек емес та, қажет емес та. Ой, жақсы. Неше сағатқа жетеді бұл несі? Километраж var. 10 kilometre. Неше километрді сонда? 40 kilometre. Нормально. Яна байсаттан табар аламын ғой. Соған. Олар қанша? 380 мың. $250 мың. Бағаларда әрқалай, неге дегенде олардың километріне есепталады екен, және де размерлері бәрі есепталады ғой. Мысалы, біреулері 40 километр жүрсе, біреулері 60 километр жүреді. Біреулерінің ұзындығы 2 метр болса, біреулері 1,5 метр болады дегенде, соның бағасына қарап, мынандайларды қарасаңшы. Басқаша. Жақсы. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай тамаша қылып алатын болсаңыздар, асықпай көресіңдер, осылай айдап көресіңдер. Мынау немене? Мынау әрі шөп жинап, әрі топырақ тасима, сондай бір кішкентай фермерлерге өте қажет нәрсе екен.
Mine muna o da parklarda minib alıp aydaysın toplum жүреді осы да. Mına жақта басқалары var. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.